Ал дәл қазір еліміздегі 1 миллионнан астам оқушы асық атудан жарысып жатыр. 5 табан және 5 асық ойындары өңір-өңірде мектептердің барлығында дерлік ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ойын челленджінің жай жапсары туралы тілшілеріміз хабар таратуға дайын тұр. Алдымен елордадағы мектептердің бірінен тікелей қосылымға әріптесім Қарагөз Тұрмағанбетті қоссақ. Қарагөз, эфирдесіз. Я, қайырлы күн, Мөлдір. Мен қазір елордадағы нөмірі 85-ші мектеп лицей демін. Мұнда алтын сақа челленджіне 60-қа жуық мектеп оқушысы қатысып жатыр. Олар өзара 5 асық және 5 табан атты ұлттық ойындарымызды ойнап, өзара жеңімпазды анықтайды. Менің жанымда қазір осы ойынға қатысып жатқан 6-шы сынып оқушысы Ерназар Есеннен қазір бірер ауыз білек. Себебі менің Ерназарды шақырып отырғаным, мұнда алтын сақасы, ал ерекше сақасы мен ойнайтын балалардың бірі екен. Ерназар, бұл сақа менің естуімше арқардың сақасы, иә? Қалай саған тиді бұл сақа? Бұл сақаны ағай басқа елден сатып алып, маған сатқан. Мен өзімнің ақшама сатып алдым. Қанша ақшаға сатып алдың? Арнайы осы ойынға арнап сатып алдың ба? Иә, осы ойынға арнап сатып алғам. Жалпы асық ойнап жүргеніңе қанша уақыт болды? 2 жылдай болып қалды. Чемпионаттарға, осы мектепаралық жарыстарға қатысасың ба сонда? Иә, қатысқан 1-2 рет. Жүлделі орынға ие болдың ба? Иә, бірінші орын, екінші орындарды алып жүрмін. Міне осындай 85-ші мектепте Ерназар сияқты ұдайы асық ойнап, жүлделі орындарға ие болатын ұлдар, қыздар көп екен. Я, бір ерекшелігі 5 асық қыздар арасында ойналатын ойын, ал 5 табан ұл балалар ойнайды. 5 асықты қыздар отырып ойнайды екен. Бүгін біліп жатқан мен үшін бір жаңалық болды. Мұндай ойындар, ұлттық ойындар балалар үшін өте пайдалы. Мәселен, қыздар ойнайтын 5 асықта қыздар кішкентайынан әсемдікке, икемділікке баулыса бұл ойын, я. Ал ұлдарды мергендікке және төзімділікке кішкентай күннен баулайтын ойындар біле жүрейік. Я, Мөлдір, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Қаракөз. Я, ұлттық ойындар қашанда пайдасы зор ғой. Бұл шара жерлерде өтіп жатқаны тағы да естеріңізге сала кетейік. Қызылжар өңірінде алтын сақа челленджіне 600-ден астам мектеп оқушысы қатысуда. Өңірдегі тілшіміз Эльмира Каленова дәл қазір тікелей қосылымда тұр. Эльмира, челлендж қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Мөлдір. Біз қазір Абай атындағы қазақ мектеп гимназиясындамыз. Мұнда балалар 5 табан, 5 асық, ботай ойындарын ойнап жатыр. Білім ошағында 10 жылдан бері асық үйірмесі жұмыс істейді, сондықтан балалардың ұлттық ойынды ойнауға әбден машықтанып қалғаны аңғарылып тұр. Балаларға асық атуды үйретіп жүрген дене шынықтыру пәнінің мұғалімін сөзге тартқан едік, кезек берейік. Асық ату спортын алсақ, өз бір ойынның ішінде 3 тайм 15 минуттан тұратын болса, 45 минут баланың бір ғана жарыста қатысқан 7 шақырымға жүгіріп өтеді бала. Және асық атуда 5 асықта баланың көру қабілеттерін жақсартады, оны уже ғылыми дәлелдегенді. Солтүстік Қазақстанда 600-ден астам мектеп бар, барлығында алтын сақа челленджі өтіп жатыр. Мөлдір, сөз кезегі өзіңізде, асығыңыз әрқашан қалыпсынан түсін. Рахмет, әріптестер.